Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қазақша киім кигізетін боламыз балаға, яғни фотошоп жасайтын боламыз. Ол үшін біз фотошопқа кіріп, новый файл деген үстін басып, жаңа файл ашатын боламыз. YouTube форматтағы, яғни 1920-дағы 1080 форматта. Осылай ашып аламыз және де осы жерге қазақша киімдегі баланың суретін лақтыра салатын боламыз. Қазақша баланың суретін деген кешіресіздер. Енді фонды тағы да басып тұрамыз да, қазақша киімдегі баланың суретін осы жерге қоятын боламыз. Бұларды осылай үлкейтіп алдым, себебі маған жұмыс істегенде ыңғайлы болу үшін. Осылай үлкейтіп алам. Егер қалай үлкейтуді білмесеңіз, Ctrl+T-ні бассаңыздар, сізге осындай жан-жағына рамка шығады. Соның бір шетін ғана тартсаңыздар, осылай үлкейетін болады. Екінші фотоны да өзіме ыңғайлы етіп, үлкейтіп алатын боламын қазір. Слойға барып, білесіздер, фотошопта слойлармен жұмыс істейтін боламыз. Слойға барып, сол баланың суреті тұрған жерді отметить етеміз де, осылай жанынан тартып үлкейтеміз. Ctrl+T-ні басамыз және жанынан тартып осылай үлкейтетін боламыз. Осы жерде мен қазір қазақша киімдегі егер жаңағы фотошопқа арналған сурет болмаса, осында кез келген өзіңізге ұнаған қазақша киімдегі баланы алсаңыз болады. Осы жерде мен қазір ластикті таңдайтын боламын. Ластиктің ішіндегі инструмент ластик дегенді таңдаймын. Және де мына жақтан жоғарыда тұрады, оның настройкалары. Соған барып мен резкость, кешіресіздер, жесткостін 0-ге түсіріп қойыңыздар. Себебі крайлары, жан жағы резкий болмау керек, сол үшін 0-ге түсіріп аласыздар. Баланы өздеріңізге ыңғайлы етіп, осылай ластикпен өшіріп шығатын боламыз. Ластикпен осылай тез өшіріп шығамыз. Мысалы, мына жерлер менде дұрыс болмай қалды. Осыны туралап жатырмын. Осы жерде бізде быстрое выделение деген инструмент бар, выделение деген. Соның ішінде біз быстрое выделение дегенді таңдайтын боламыз. Быстрое выделение дегенді таңдағаннан кейін баланың бетіне осылай өзі жаңа баланың бетін домалақ етіп сызып беретін болады. Именно осы баланы слойға барып, баланы белгілейміз. Мысалы, осы жерде быстрое выделение белгілеген кезде жоғары жақты қарасаңыздар, өзі плюс минус деген жаңағы нелер бар, функциялар бар. Осы плюсті басатын болсаңыз, осылай баланың бетін үлкен қып кесіп береді. Егер ұнамаған жерлер болатын болса, минусын басып, осылай кішірейтіп алсаңыздар болады. Мысалы, баланың басына ыңғайлы етіп, осылай домалақ қып сызып алыңыздар. Егер үлкен қып сызып жіберсеңіздер де ешқандай өкініш жоқ, себебі баланың басын қайтадан оны ластикпен өшіріп туралап алуға болады. Еш ойланбай, осылай ыңғайлы домалақ етіп белгілеп аласыздар. Сөйтіп кесіп алыңыздар. Және де оны белгілегеннен кейін Ctrl+J-ді басатын боламыз. Ctrl+J-ді басқан кезде бізге денесінен басын бөліп беретін болады. Мына жерге барып, слойларға кіріп, басын, денесін білу үшін глазиктерді өшірсеңіз білінеді, денесін өшіріп тастай салсаңыз болады. Басын алып келемін енді, оны әдемілеп ластикпен, жаңағы ластик инструментмен әдемілеп өшіріп шығатын боламыз. Фотошопта өте оңай адамның қазақша киіндіру баланың себебі көп инструменттерді пайдаланбаймыз. Осы
жаңағы айтып өткен инструменттерді ғана пайдаланамыз. Көбінесе жаңағы выделениені және де ластик инструмент, осы екі-ақ инструментпен осылай қазақша киім кидіретін боламыз. Және де телефонда жасау жолын білгіңіз келсе, сабақты соңына дейін қараңыз. Ол телефонда жасау жолын ешкім білмеді деп айтсам болады, себебі оны мен өзім ойлап тапқанмын. Қатты фотошоп жасағым келетін және де телефоннан іздеп өзім ойымнан құрастырып жасағым келетін оңай жолмен. Солай мен телефонда жасауды үйреніп алдым. Ол өте ыңғайлы және оңай мен үшін. Басын осылай ыңғайлы етіп пластикпен өшіріп алып, оны осы жерге орналастырасыз ыңғайлы етіп. Егер үлкен болып кетсе, Ctrl+T-ні басып қайтадан оны кішірейтіп алып, сол жерге ыңғайлы етіп орналастырсаңыз болады. Міне осылай орналастырасыз. Егер осы жерде түстері сәл өзгеше болатын болса, жаңағы беттің үстін басып тұрып, біз слойға кіріп, астына түскен кезде слойды басып, сол кезде бізде мынандай инструмент бар. Сол жерден біз цветовой тон дегенді ашсақ, осындай бізге түстерді жаңағы регулировка жасау үшін осындай инструмент шығады. Осыған қарай баланың бетін жаңа фонға сай, баланың денесіне сай етіп өзгертіп алсаңыздар болады. Мені баланың бетіне сай етіп өзгертіп алдым. Және де мен мына жерде осы артқы фонды осы баланың суретімен бірдей етіп текстеп, файл дегенге кіресіздер. Сол жерде бізде экспортировать деген бар. Экспортировать дегенді басып, экспортировать как дегенді басқан кезде бізде экспорт деген шығады. Экспорттың үстін басқан кезде бізде сразу рабочий столға алып келеді. Сол жерге мен көп сөз жазбай-ақ қояйын, той деп мына жерде осылай сақтайтын боламын. Осымен компьютерде жасау жолы, яғни ноутбукта жасау жолы осылай аяқталды. Енді телефонмен жасау жолын көрсететін боламын. Енді телефонда жасау жолы, телефонда CapCut приложениесіне барлығымыз білетін кіреміз. Менде специально осындай фотошопқа арналған бір бөлім жасап қойғанмын. Тура осы жерге жаңағы тура сол баланы қазақша киім кигізетін боламын. Тура сол суретпен сол баланы мына жақтан суретін іздеп жатырмын қазір мен. CapCut'тың наложение деген функциясын басып, жаңағы баланың суретін қазақша киімнің үстіне наложениемен қоятын боламыз. Және де бізге маска деген функция керек CapCut'та. Содағы кругты іздейтін боламыз. Кругты ашып, баланың бетін домалаққа сыйғызып, және өзімізге керекті мөлшерде маскамен қиып алатын боламыз. Маскамен қиған екен, масканың өзінің арнайы функциясы бар. Жаңағы жан-жақтарын бұлыңғыр етіп, яғни орысша айтқанда резкостьті кішкене төмендетіп, баланың бетіне сай етіп туралап алатын боламыз. Туралап болған екен, бетке әдемілеп қоятын боламыз. Бетін қойып алдық. Енді біз фильтрге кіріп, яғни астындағы фонға сәйкестендіріп балаға фильтр қоятын боламыз. Негізі осы фильтрлердің ішінде маған ұнайтыны шишка ұнайды, және тағы да басқа фильтрлерді қойсақ болады. Мен қазір осы жерде мына фильтрді қоятын боламын. Зеленый чай бар жерде маған ұнайтын фильтрлер, және де фильтрді қойып алдық. Өздеріңіз қарайсыздар, ішін ашып қарайсыздар, қайсысы сәйкес келеді, соны қоясыздар. Және де осы фотоны біз аламыз да. Егер де сізге фотоның орналасқаны ұнамаса,
Қайтадан мен сияқты туралап жіберсеңіз болады. Оның бәрі қолмен жасалады. Қолмен былай созып, не болмаса сол жерге ыңғайлы етіп қойып аласыздар. Дұрыс тұрдау деген кезде суретті скрин жасайсыздар. Солай сақтап аласыздар. Бұл жақта білесіздер, CapCut'та тек қана видео жасалатын болған екен. Осы скринді кез келген, біздің фотомыз дайын, кез келген фотоның качествосын жақсартатын приложениеға салып, әдемі сурет шығарып алсаңыздар болады. Сіздерге қандай да сабақтар қызықты, сол туралы комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде сіздерге осындай видео түсіретін боламын.